Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арай. Бүгін оразаның 14-ші күні ауызашарға компот пен орама жасайтын боламыз. Сіздер осы видеоны бастамас бұрын өз көңіл күйлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Және де каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл тағам көп уақыттарыңызды алмайды, мантыныкі сияқты түйіп жатпаймыз. Жаймамызды жайып, салмасын салып, орап, табамызға салып, 45 минутта пісіре саламыз. Тура менікідей осылай пиязымызды 4 біріштеп сақтап тураймыз. Одан кейін картоплымызды сақтап тураймыз. Фаршымыздың үстіне салып, тұз бұрышын салып, жақсылап тұрып қолымызбен мыжып араластырамыз. Ендігі кезекте қамырын дайындаймыз. Мен осылай тұзды суға иледім. Жұмыртқа қосқан жоқпын. Сіздер жұмыртқа қоссаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Міне осылайша қамырымызды жақсылап тұрып илейміз. Одан кейін 15 минутқа иін қандырып қойып қоямыз. 15 минутымыз өтті, иі қанды. Осылайша қамырымызды 3 бөлікке бөліп алып, 2 бөлігін қоя тұрып, 1 бөлігін жұқалап, домалақ қылып жаямыз. Қамырымызды жайып болдық, ортасына салмасын салмас бұрын мантоварканың табағын осылайша майлап алып, одан кейін барып таза қолымызбен осылай жайманың бетіне сұйық майымызды құйып, осылай жан жағына жайып шығамыз. Одан кейін ортасына салмасын салып, осылайша шетінен осылай орап шығамыз. Мен каждый ораған жеріне осылай сұйық май жағып шықтым. Жәнегі майлаған табамызға орамамызды салып, 30-40 минутта пісіріп аламыз. Мінеки орама тамағымыз дайын болды. Орама пісу барысында мен компот дайындадым. Толық видеосын осында салған жоқпын. Өйткені оразаның 3-ші видеосын көрген болсаңыздар, сонда толық нұсқасы көрсетілген. Немесе осы видеоны бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, ауызашардың 3-ші күніне арналған видеода компоттың жасалу жолы тұр. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, сіздер де ауызашарға осылай дайындап көрсеңіздер болады. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.